Мысал қарастырайық. Бізге сурет берілген, рычаг, яғни ендік, ол С нүктесіне тіреліп тұр. Сол жағынан F1 күш 100 ньютон, оң жағынан F2 күш белгісіз. Бізде мұнда масштаб 1 сантиметр. F2-ні табайық. Сонымен F1 бізде 100 ньютон. D1 табайық. Ол сурет бойынша санайсыңдар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 сантиметр. Мұнда біреу. D2 екінші ең 1 сантиметр. Табу керек екінші күш. Біздің формула тепе-теңдік F1 D1 F2 D2. Бұдан бізде бірінші күш 100 ньютон. Көбейтеміз. Х1-ға айналдырғанда 109 метр. D2 101 метр. Бұдан F2 тапқанда 900 ньютон шығады. Берілгені бізде М1 40 кг, М2 4 тонна, екінші ең 10 метр табу керек бірінші ең. Х1-ға айналдырамыз, 4 тонна ол 4000 кг. Талдау. Тепе-теңдік тұру үшін бізде ендік, тіреу нүктесі. Мұнда бізде F1 ол М1 G, яғни ауырлық күш. F2 М2 G. Мына аралық бізде D1, мына аралық бізде D2. Тепе-теңдік шарты F1 D1 тең болады F2 D2. Яғни MG D1 M2 G D2. Екі жағын G-ға бөліп жіберейік. Сонда бізде M1 D1 M2 D2. Бұдан D1 табайық. M2 D2 бөлеміз M1. Біздің формула шықты. Енді есептейміз. D1 тең болады 4000 кг. Көбейтеміз 10 метр бөлеміз 40 кг. 4000 көбейтеміз 10, 40 000 40 бөлеміз 1000 метр шығады. Яғни қыз 1000 метр жерде отыру керек.